қаласынан құралған жігіттер тобы Аркан би тобын ортаға шақырып қояйық. Сіздерді құрметтеріңізге қайын. Көкшетауда бұндай жігіттер жоқ, бұлар Байқоңырдегі. Бәрекелді. Көкшетаулық қалады өтелді болды. Енді тағы бір сөзді кезегі келіпті мынау. Рахмет, қазақта жақсы сөз бар ғой. Өлемісің, бөлені көре отыра өлемісің деген жақсы сөз қалған. Сол сөйттен бүгінгі Нұрлан ағамыздың бөлелерін, Жағыпты Шамшырақтың бөлелерін болса да ғиманы барша бөлелер қауымы ортаға шақырайық. Және де уақыттығызына байланысты жиендер қауым болса ортаға шақырып қояйық. Келіңіздер.
Bölüşüңдер. Bir мейлі ортаға шығайық қанеке. Нұрлан ағамыздың бөлелері. Ал! Кеттіға көрейік. Нағим апамыз бар ма? Ол кісіні тойға шақырып кетік негізінде ұмытып кеткен жоқпыз ба? Нағим апамыз бар ма? Сізге шақыру берілмей қалды ма деп уайымдап тұрмын ғой. Енді Нұрлан ағамыздың мінеке бөлелерде тойға келіп жатыр. Мынау біле білсең, бөле деген ең жақыны болып келеді. Той жасасаң мінеке ат шаптырып жүреді. Барлықтарыңды бітіріп жүреді. Жаны ашып жүреді. Көңілдерде сырлы жандар ағылатын. Жақсы той қайта-қайта Нұрлан ағамыздың үйінде табылатын. Көкейден бір сөз тілейік. Біздің бөлешендерде ұмытпайық. Бір сыпалақ соғып сөзге жіберейік ағайын. Құрметті тойшы қауым, тойларымыз құтты болсын. Бүгінгі той біздің шамшырағымыздың ақ жолға аттанғалы тұр. Ақ жолы құтты болсын, өмірде бақытты болсын. Ертеден бері осы тойханада қанша жақсы тілектер айтылып жатыр. Сол тілектердің барлығы да қабыл болсын деймін ақтау. Барған жеріңе тастай батып судайсың. Ата-ана пәленшенің Нағиманың тәрбиелеген баласай деген атақ алып берсе, сол Нағимаға берген сыйым болып есептеледі. Осы екі жақтың балдары, екі жақтың ата-анасының жиған тергеннің барлығы да тек қана осы екі баланың жақсылығынан тойына шашу болды. Жиған тергеннің барлығы да. Екі бала бақытты болсын деймін, бақытты болыңдар. Құрметті тойшылығым, бүгінгі тойда Нағиманың шамшырағымыздың барған жері баянды болсын. Барған жерде тапсырып жатыр көзетен, мына екі бала бақытты болсын. Солай осы жиған тергеніміздің бәрі осы балдардың тойда жармасын, тойда жарсайып, тойымыз той боласа берсін, той құтты болсын. Барған жері баянды болсын, шамшырақ айналайын, махаббаттарың мархабатты болсын, сезімдерің сенімді болсын, өмірлерің баянды болсын, құтты болсын бәрі. Ал қадірменді ағайын, тойға жиналған қауым. Бүгінгі той себеп, бүгінгі шамшырақтың ақ жол аттанып жатқан тойы. Баршаңызға той құтты болсын, барлықтарыңызға жұғысты болсын. Шамшырақ Ержан бүгінгі тігіп жатқан шаңырақтары берік болсын, керек етсе кең болсын. Өмір деген жолда әртүрлі кедергі жолдар болады. Сол жолдардың барлығынан екеуі қостасып, мүдірмей өтулеріңе тілектеспін. Үбірлі шүбірлі болыңдар. Біреуің адал күйеу бала, біреуің адал келін болыңдар. Ана мен әкеңнен алған, өз жұртыңнан алған тәрбиеңді барған жеріңе көрсетіп, сол отбасыңды бақытты етуге лайықсың. Оған 100% сенімдіміз. Көкшетау елін өркендетіп, сол барған шаңырағыңды көкке көтереді деген сенімдеміз. Барлықтарымызға той жұғысты болсын, нанымыз көп, еліміз тыныш болсын. Қалғанымыз құдалармен билейміз еді. Сый-сапат болса табыстайық, той ниесін ортаға алайық. Беріңіздер, конвертті беріп кетіңіздер. Біз алып қалайық, сіздер беріңіздер. Асаба екі нәрсені жақсы көреді, конверт пен пакет ағайын, соны ұмытпайық. Ал енді ортаға Нағим апаны алып сүріп кетсек, Нұрлан ағамыздың бөлелері мен жиендері деп атырмыз енді. Ортаға келіңіздер, сосын жақсы бір би болады. Бәріміз бері қарап тұрайық. Анау жастар кішкенде былай тұрайық, көрмей қалдыңыздар, шетке тұрыңыздар. Неге тұрғыласыздар шетке тұрыңыздар? Ал, сурет қайда? Ерболат.
Çocuk bir şey yapıp ver. Hadi gitsin. Bir yıkış kuruyoruz. Yerde kırmetli bölüler әрине той құтты болсын. Жайымен барып құдаларды әкеліп көкшетаумен ортаға биге шығамыз. Ал маэстро, музыка кеттік ал. Бәріміздің бөлелеріміз аман болсын, ортаға шығайық ағайын. Aman bolunuzlar. Olsa Nurlan ağamızın kuanışı toydu жатырмыз. Şamşıraqtay, bak bakkan altın asıqtay kızın uzat kalı жатырмыз. Endişi bu kişilerde
кластасы, досы деп бөлмей, Шамшырақтың мамалары мен папалары деп ортаға бір шығарғанды жөн көріп отырмын. Ендеше Нағим апамыздың кластастары, жолдастары, Нұрлан ағамыздың жолдастары, жанұялық достары, кластастары, жалпы Шамшырақтың папалары мен мамалары ортаға шықса ағайындар. Кеттік ал! Кластастар дегенсін, Нағим апамыз ұшып келе жатыр ғой енді. Бәрекелді енді құрметті асабаның төрінде тұрған кісілер жаңада ескертіп жатырмын. Кластастары деп, мына папалары деп бөлмей қойып, жалпы папалар мен мамалар деп бірге шығарып жатырмын. Екі балдарыңыз бақытты болсын, сіздерге күйеу балдарыңыз құтты болсын, күйеу балдарыңыз өз балдарыңыздай болсын, сіздердің қыздарыңыз Шамшырақты бағып, алақанынан салып, Көкшетауды көркейтетіндей жастар болсын деп сенеміз. Өтсе де өмір дөңгелек, жөні де бөлек, жөн бөлек. Мәңгілік Нұрландай ағамыздың есінде қалып сыйласатын дәл осындай дос керек деген біледі. Біздің де бір қуанатын кезіміз еспе, қосы қояқ ағайындар. Нағим ағай апамыздың кластастарына шапалақ соғатын кезіміз еспе. Кластастар достар, аман болсын! Енді осы жерді өздері шешесіздер. Кім сөйлейді? Ассалаумалейкум, тойшыл қауым. Ассалаумалейкум, құдалар. Бүгін міне Ақтүйердің қарны шағылып, Нұрлан мен Нариманың шағырында үлкен той. Біз енді мынау құрметті құдалар, Нұрланның жолдастары боламыз. Нұрлан жайлы бір-екі сөз айтып кетейін, өйткені құдалар білмейтін адамдар бар. Нұрлан бәріміз осы Қазалы топырағында бірге аулап өскенбіз. Өзі ақ көңіл, ауызын ашса жүрегі көрінетін азамат еттім, арамыздан ерте кетіп қалып, оның да аруақ риза болып бір аулап түсіп жатқан шығар. Енді Нағима, өзің ана орнына ана, әке орнына әке болдың, Шамшырақтай қыздар бередің, ұлтар бередің. Нұрланды жоқ деп арамызда айта алмаймыз, өйткені артында қалдырған қызы, көзі, ұлы бар, ізі, сол себептерді жоқ деп айта алмаймыз. Мына жаныңда Нұраден тұр, өзіңе қамқоршы болып, осы тойға атсалысып жатыр. Не деймін, енді ендігі жерде денің сау болып, осы кішкентайлардың қызығын көре бер. Қиыншылықтар болды, оны жеңе білдім. Ендігі жерде ұдайы той болсын, соның қуанышына ортақтасып біздер жүре берейік. Семьяда бақытты болыңдар, денсаулықтарың зор болып, осы екі баланың қызығын бәріміз тең көрейік. Ал айналайын Шамшырақ қызымыз, Ержан екеуміз бақытты болыңыздар. Бүгінгі жас келін, ертеңгі ана келін болады деп сенеміз. Мына Сырым орының үлкен жүгін арқалап бара жатсыз Көкше өңіріне, қадамыңа гүл бітсін, ұдайы осындай биіктерден көріне бер. Ал Нұрлан Нағима, тойларын құтты болсын. Қалайда? Ал құрметті тойға жиналған тойшыл қауым, кластасым Нағима, бүгін міне Шамшырақ қызымыздың алақаннан аялап шырғалы отырсын, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, оқты, тоқты, нанын жегізді, міне қыз мұраты кету дейді, жол мұраты жету дейді, қыз өріс, қыз тіршіліктің тірегі дейді. Айналайын Шамшырақ, барған жерімде бақытты бол, Ержан екеуің қол ұстасып, бірге аттаған қадамдарың құтты болсын. Әрқашанда үлгілі отбасы болуларына тілектеспін. Күндей күлімдеп, жұлдыздай жарқырап жүре беріңдер. Ата-аналарына тек қана қуаныш, бақыт сыйлаңдар. Қайырлы кеш, тойға келген қонақтар, сіздерге той жұғысты болсын. Біздер
сіздер Нағиманың бірінші класстан бері оқыған кластасыңыз. Сонау 87-ші мектептен бірге, бұдан кейін 17-ге барып, 75-жылға туылған қыздарымыз. Енді айтайын дегенім, бұл тойда кімнің кім екенін білмейтін шығар, бірақ Нұрлан мен Нағима үйленген кезде қыз жолдас болған мен едім дейсің ба? Енді бүгінгі той үлкен Нұрланның Нағиманың шаңырағында болып жатқан алғашқы ең үлкен той. Тойға ұласа берсін. Әйел адам өзі өте мықты деп айтады ғой, бір сөзді қайталамай қояйын. Енді Нағима кішкентайдан тентек болмайды, бірақ осы тентек қыздан бірдеңе шығады. Қандай бір қиын жағдай болса да, балаларын жеткізіп, осындай жағдайға жеткізіп жатыр. Мен қуаныштымын. Бүгінгі осы Нағиманың үлкен қуанышына бүткіл кластастар, басы жинала бермейтін кластастардың бәрі жиналып жатыр. Нағиманың осындай қандай екенін біле беріңіздер. Барлығы жан-жақтан келіп жатыр. Той қаласа берсін. Шамшырақ қызымыз, сенің өмірге келген тойыңа да, бәріне де, Нұрлан бар кезде бәріне де қатыстық, бардық. Айналайын, тастай батып судайсың. Айтады ғой жаңағы, барған жерінде жыламай жүрме демей, жылатпай жүр деп те жаңағы көңілді қылып айтады. Бірақ сен жылатпай да, жыламай да жүретін қызсың, өткен сен Нағима мен Нұрланның қызсың. Ой, мен айтатын сөзді қайтып ал әуелі көкшелік жерден келген дағдағайлар Байқоңыр жеріне келген қадамдарымызға гүл бітсін, нұр бітсін. Негізінде біздер қазыналы қазалы топырағына шыққанбыз. Сол себептен де бірінші ретте Нағима құдағайларымыз ол ер адамда бола алады, әйел адамда бола алады. Көзімізге жас келсін, басқа келсін, бірақ Нағима жан-жақты. Нағима бермен шықшы бұдан. Ер азаматта дей аласың, әйел де дей аласың. Ол екі жақты бірдей ұстап жүре алады. Үшінші жақ құдағай жақтарды тағы да бірдей ұстап жүре алады. Одан шыққан Нағима мен Нұрланнан шыққан қыз сіздерге жаман келін болмайды. Сол себептен де Шамшырақ, Ботам, Ержан біздің мынау Байқоңырлық түбірі қазыналы қазалдан жеріп шыққан қызымызды кішкентай көгілдіріміз ол біздің. Аққуым бүгін алақанына ұшырып жатырсың. Ботақаның әрдейлеп, әрпештеп өсір. Ол жаман жерден шыққан жоқ. Сол себептен де сені жаман қылмайды Ержан балам. Не дейін, бақытты болыңыздар. Самғап ұшқан қанаттарыңыз қалмасын. Бүткіл 87-ші мектептен оқыған мамаңның және де Нұрлан папаңның бүгін аруағы бірауына түсіп атқан шығар. Шынын айтқанда ризамыз барлығына. Бақытты бол жаным, бақыттан басқа тілегіміз жоқ. Мамаңның осынша уақыт ердің де, әйелдің де орында жүрген еңбегін ақтайсын деп өтейміз. Қазыналы қазалы жерінен көкшеліктерге сәлем. Көп қызымызды жылатпай, әлпештеп аялап өсіріңіздер. Ол соған лайықты қыз. Не дейін, жастар бақытты болсын. Ассалаумалейкум, ағай. Мынау көкшеліктен келіп жатқан құдалар, мына қазан нұраңыз. Інім, таш. Мынау көкшеліктен келіп жатқан құдалар, мына қазан нұраңыз гүл бітсін. Мына қазандарыңыз оң болсын. Мына Қызылорда облысына келіп жатсыздар. Мен есім Абзал, мен Нұрланның досымын. Фамилиям Ержанов. Күйеу бала ата болып кеттім ба? Қызым, білесің ғой, Алматыға бардым. Алматыда полковник, печать қойғызып, ол бөлек қой, дұрыс па? Ердан, мына құсы құтты болсын.
Мынау менің қызым. Менің қызым. Мен әр кезде барам. Мен бір қызым Астанада кеше ұзаттым. Астанада. Көкшетау оның қасында ғой. Мен фамилиям Ержан. Мен қызымды Алақанға көтеріп жүр. Хорошо? Нағима? Қызым-ау. Досым-ау. Қарапайымның баласы бола ма сізде микрофонды алуға? Маған айтып жатыр, еркек күндіктілер сөйлесіңдер. Біздің шексе жетпекеті, еркек күндіктілер. Қарапайым баласы. Жастардың атынан тойға шашуымыз бар, айтуға үміт етіппін. Көкшетаулық құдалықтарымыз мың жылдық болсын. Ал құрметті тойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын. Мына жерде айтылып жатыр ғой, біреу таниды, біреу танымайды деп. Мен мына Нағиманың подружкасымын, досымын. Ал көкшетаулық құда-құдағайлар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына 2 жас бақытты болсын. Аңсаған армандарыңа жетіңдер. Айналайын шамшырақ, ақ жол, тастай батып судайсың. Қосағыңмен қосаға, бақытты бол. Мына жерде Нағима туралы барлығын айтып жатыр. Мен қосыламын. Нағима ер азамат есебінде азамат деп айтуға болады. Рахмет! Қадірлі қонақтар, тойларыңыз құтты болсын. Құдалар түрге шыққандарыңыз құтты болсын. Келген адамдарыңызға құтты болсын. Бәрі құтты болсын. Нағима, бұл балаң екеуі бақытты болсын. Көптен күткен тойың ғой. Тойың алдыда болмасын. Тойға баса берсін. Баланың бақытты болсын. Достарың қандай жақсы тілегімді айтып жатырмын, соны қосыламын. 2 жасқа тілегімнің айналайын бақытты болыңдар, бастарыңа бақ болсын. Сендерге әрдайым ақ жол тілеймін, жолдарың ақ болсын. Тойшы қауым, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, құдағайлар. Құтты болсын төрге шыққандарыңыз. Мына әке орнында әке, ана болып жүрген Нағима подружкамыз, бүгінгі тойым құтты болсын, балаларың бақытты болсын. Әкесін жоқтатпай, балаларыңды, ұлдарыңды, қыздарыңды қияға қондырып атсын. Әрқашанда тек қана осындай жақсылықта жарқырап жайнап жүре бер. Жастар бақытты болсын. Құдағайдың бәрі Нағимадай болсын деп шексе жетпекеттің атынан бір тай болмаса тайдың аяғы. Алма тойшы қауым кішкене тыныштық сақтайық. Ал құдағайлар, мынау төрден алған орындарыңыз құтты болсын дейін сіздерге, адамдарыңызға да жолсын. Ал біріншіден Нағима, мен Нағиманың негізі подружкасы болып келем. Екеуміздің танысқан оқиғамыз өте көп. Екеуміз бір кездейсоқ танысып қалғанбыз. Осыдан бері әріміз жолдас болып келе жатырмыз. Тыныштық сақтайық, тойшы қауым. Нағимажан, мынау бүгін өзіңнің тұңғышың Алақанға ұшырып жатырсың жаным. Өте қуаныштымын, той бәрі жақсы, бәрі ойдағыдай уайымдама, бәрі жақсы. Мынау тойшы қауым сіздерге жұғысты болсын. Мынау құдағайлар, мынау 2 ортаға Байқоңыр мен Көкшетауға салынған алтын көпірлеріңіз мықты болсын деймін біріншіден. Мынау 2 жас бақытты болсын. Шамшырақ жаным, мынау Ержан мен екеуің отау құрып жатырсыңдар бүгін. Отауларың бек болсын деймін, керегесі кең бол. Шамшырақ жаным судай бат тастайсың деймін. Тек бақытты бол, екеулеріңе тек бақыт тілеймін. Ержанның Алақанға қонып отырған көгершінің ақ құсың қолыңа мықтылап ұста деп ойлаймын. Уысың мықты болсын, екеуің бақытты болыңдар. Тек екеуің 2 жаққа ауызбіршілік бол. Екеуің 2 жақта да әрдайым сыйлы болсаңдар, ата-аналардың ешқандай бақыты жоқ деп ойлаймын. Нағима
осы бүгінгі тойың құтты болсын деймін. Сағынан болсын, тойға бассын. Тойың құтты болсын. Құрметті тойға жиналған қауым, тойларыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Құрметті Нағима, біз сенің класстас жолдастарыңбыз, бірінші класстан бірге оқыған, әрқашанда бірге боламыз деп ойлаймыз, Құдай бұйырса. Екі жас бақытты болсын, тойың ұзағынан болып, бақытына куә болып, балдардың бұдан да бөлек балдарыңды үйлендіріп, әрқашанда аман болсын, куәсі болайын. Тойшы қойын күттай сабыр етейін, болып бар. Ал Нағима Нұрайдың, біз Нұрадиннің бала кезден араласып жатқан жолдастары боламыз. Осы арада Байқоңырда Қазалы кентінде космонавт көше деген көше бар. Онда бала кезден араласып, осы Нұрадиннің бәріміз осы күттай бала шағады, күттай кезімізден араласып бәрі. Нағима Нұрайдың, мынау Шамшырақ барған жері баянды болсын. Бақытты болсын жастар, құдалардың қадамы нұрлы, жақсы ойдағыдай бәрі құдаларды шығарса, Нұрайдың саған да тілерім, жақсы ауылыңа қайтып, демал, жақсы жұмысыңа бозып кетсін. Той құтты болсын. Мәссаған сөйлейтіндер көбейіппен қолын шығып жатыр ағайындар. Нағима, бүгінгі мынау құттықтау қызының тойы құтты болсын. Мына келген құдалар шаңырақтарынан биіктен көрінсін. Осы Нағиманың еңбегі көп қой. Сіне ерген бауырларын да еңбегі көп, бәріне алғысымды тілеймін. Тойға ұласып, тек жамандық болмас, биіктен көрініп, барына үлгерін тасқа, тек жақсылық бола берсін, қызым баға биіктен көрініп айналайын. Үлгерін тасқа, денің сау болып, осылардың қызығына тоймай, бауырларының да ұна тоймай жүре беріңдер. Сіздің ерген қайынсіңдер, қайныларын аман болсын бәрі, сенің арқан бәрі. Тойға ұласып, бәріңіз де аман болыңыздар. Нағима, той құтты болсын. Шамшырақ қызым, ержан екеуің бақытты болды. Барар жерге тастайсың, судайсың, тастай баққа судайсың. Бақытты ғой ержан екеуің. Ақшаның бәрі тілеймін. Ал Нағима, күйеу балаң құтты болсын. Шамшырақ, ержан екеуің бақытты болыңдар. Мен осындай қызықта соң болмасын, әлі бала жаға бар, олардың көңілі бірге ақсайды, қызығын көремін. Болды, қосыламын, мені артына жиналыңыздар қызықтар. Бәрі жиналыңыздар. Мынау енді Нұрлан ағамызды өмірден өтіп кетті, жоқтатпаймыз деп мінеке достары келіп жатыр. Мінеке Нұрадин ағамызда достары бар екен. Сол енді сіздердің құрметтеріңізге той құтты болсын деп Нұрлан ағамыздың жолдастарының атынан бір шумақ әнді қазір қабыл алыңыздар. Той иесіне арналады дейді. Дайынсыздар ма? Кеттік. Тойың тойға ұласын, салған әнің қырасың, сәнін берсін сәкеннің, әнін берсін күрәштің туысқандар-ау. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты. Нұрланның достары тілейдайды бір қошып отырып қойсақ ағайындар. Енді бұлай қарай жиналайық. Қазір енді бұлау керемет сәт болып тұр, қарап отырса тек қана Нұрланның ағамыздың досы емес, Нұрадин ағамыздың досы, Нағиманың бірнеше жолдастары, сонау Қазалда бір ұйыққа класстастары келіп тұр. Мен мына жерде видеозвонок түсіремін қазір. Кейін Инстаграмнан бүкіл әлем көреді. Мен тек қана 2 жас бақытты болсын деген кезде айқайлап ысқырып қолды көтеріп, осы сәтте көрініп қаласыздар. Дайынсыздар ма? Ал енді бүгін мінеке осы қызымыздың мамалары, папалары тойымыздың жанында ағайындар. Сенімдері ұл қыздардың ақталсын, айтылған тілек әрқашанда ақ болсын. Бәрін айтта бірін айт. Шамшырақ пен Ержан бақытты болсын ағайын. Мамалар, папалары тойыңызды құттықтауға рұқсат. Қазір енді сый-сапат берсек, бүгінгі мына достарымыздың әрқашанда қадамы оң болсын. Нұрлан ағамызды жоқтатпай келіп тұрған сіздерге Алланың нұры жаусын. Қыздарыңыз бақытты болсын ниетте, достар аман болсын деп бір қошып отырайық ағайын. Махаббат үшін үзілген сөзген бүрікте қайда қалғансың, көтерейік кәне достар, ол бақыт үшін осы
күн кеші талмағанын рахмет Нұрлан ағамыз үшін деп енді қазір ортаға жақындап бәріміз сүріп кетсек бір үйдің балаларындай болып келіңіздер Әлі класстастар мен достарды қосып жатырмыз қырындап әдемілеп білігі мектептегідей бұл әдемілеп сүріп кетсек жақындап тұрыңыздар сосын екі музыка би болады қараймыз класстастар қараймыз смотрим қараймыз екі ән болады біреуі Нұрлан ағамыздың достарының сұрауы бойынша жүрегі менің молодой, достары менің золотой деген екіншісі бүгінгі Нағим апамыздың класстастарының сұрауы бойынша класстастарға деген екі ән сіздер үшін кеттік ал ортаға биге құдалар шақырды
шығарып қойдым, көздеріңіз алдарыңызда тұр. Бір кішкентай ойын конкурс ұйымдастырайық. Менің постоянно тойда ойнататын хитовый ойыным бар. Байқоңыр халқы біледі, Көкшетау білмеуі мүмкін. Сол себептен сол ойынға жасаймыз. Енді бағана Көкшетаудан бір құдаша бар тұғын, жастау деп соны шығарайық. Ортаға келсін. Апасы ма туған? Келін. Нағашылардан шықсын, бір кісі, бір жігіт. Бір жігіт, бір әйел шықсын нағашылардан. Бөлелерден шығуға болады, бір жігіт, бір қыз. Нұрлан ағаның достары, Нұрекеңді жоқтатпай, бір жігіт, бір қыз шықсын. Шыға беріңіздер. Мен міне қасыма Көкшетаулық құдашаны алып келдім. Осы құдашаға көмектесем, осы құдашаға тұрам деген жігіт болса келсін. Бірақ Көкшетаудың жағдайын көтереді, айтып қояйын бірден. Тұратын жігіт, сіз ба? Ой, бәрекелді. Осы мен негізі ашки таққандардан қорқам, олар мұқымысты болады. Ана жаққа бірінші барып тұра берсін, ана жаққа қолынан ұстап, жаймен үйренісіп, танысып, білісіп, Көкшетауға алып кетпеңіз бірақ. Нұрекенің кластастарына, достарынан қасыңызға әйел керек, әйелсіз болмайды. Мына жақтан Нағим апамның кластастарынан бір шықсында жігіт пен қыз. Бүгін Шамшырақтың қуанышын көтеріп келген жастардан да, группаластарынан, кластастарынан бір жастар шықсын. Коллективім қайда менің, сеңкейім. Шығайық бір жігіт пен бір қыз. Спарым, только спарым, без пары не пойдет. Мына жаққа тұрыңыз, столыңызда қасында группа кім бар мына жақта? Үлкендерді қозғамайық енді. Үлкендерді тиіспейміз. Сәки. Конкурс. Участвовать будете? Жастардан шықсын дедім, бір жігіт, бір қыз. Танцы шманцы будет. До конца. План возьмите себе. Мына кісі алып кетейін деп тұрып. Достарыма мына жерге тұрыңыздар. Столың қасына. Мына кісілер айқайлайды өткені. Міне жастар келе жатыр. Келіңіздер, мына жерге келіңіз. Так, сіздер группаластарыңыздар ма? Класстас? Ой, бәрекелді. Девки, подойдите, пожалуйста, сюда. Под вашим столом. Ваша группа поддержка рядом, потому что... Да, енді. Орысша сөйлейтін болдым ау. Өзім Қытай бір қапқаны орысша қарайды. Көршілер, шақмаға. Сіздің көршілеріңді бір кісіні алайық, бір әйел бір қызды. Көрші деген ағайыннан жақын дейді. Шығып жүр. Бір ойыннан кейін шыға жүрем. Отвечай, жүр. Бір ойыннан кейін шыға жүрем. Бұны дейінде тұрам. Көршісіз болмайды, көршісіз тадың атпайды дейді қазақтар. Кел, ағайыннан жақын деп қадырайық. Бұл кімнің тойы? Бөлек асандардың тойы. Енді кім музыканы жай қойш? Бөлек асандардан бір жігіт пен қыз керек. Өйткені әулеттің атын шығаруымыз керек қой. Нұрлан ағамыздың тойы ісін шығаруымыз керек. Кім шығады? Асандар жақтан керек енді бізге. Не қылдыңдар? Ona жігітті білемейм, ана да бірінші болып кеткен. Я знаю, он первое место тогда получил. Асандардан керек, асандардан. Нұрлан ағамыз жақта кім бар жаңа жүреді ғой мен, адресімен де. Шықсын. Солай аралан жақын болмасын, шаман, біліп тұрайық. Енді мен, құрметті ағайындар, қазір осы ойыншыларды таныстырам. Ойыншыларды ойынға қатысатын адамды білуіміз керек. Аттарын атап өтемін, кім жақсы өзі көрсетті, соған дауыс бересіздер тек қана. Микрофон бер, бақырайма қарамай. Бірінші кезекте бірінші өнерде тұрған құдалар тобына бір құш өндіріп қояйық. Құдалар тобына. Екінші кезекте нағашылар тобы. Үшінші кезекте көршілер. Қашық біліп еткені. Төртінші кезекте коллектив. Бесінші кезекте достар. Алтыншы кезек жастар дейміз. Өткен ана группаластар бар, жастар поддержка беруші. Жастар болады деп аттарымыз. Құрметті ойыншылар, тағы бір ескертіп өтейін. Бұл би жарыс деп аталады. Би жарыс. Әр ұлттың әніне билейміз. Өйткені бағана біраз әндер сұралды. Біз қоя алмай жатырмыз. Соны қазір сіздер көрсетесіздер. Содан кейін музыка тоқтаған кезде сіздер тоқтамай билейсіздер. Сол музыкасы билегенге халық қарап дауыс береді. Кім ұнамай және призбен шығарып жіберемін. Ал бір қазақша би қойшы, дайындық болсын, дайындық. Просто репетиция это.
Dayılık. Dayılık. Bu просто репетиция. Қараймыз. Bir-birimizге үйренісеміз. Міне. Вы, да, туфли лучше снимите, там каблук у вас очень высокий. Да я жарко ушам видеть буду. Все, готовы, да? Осы ел алайын деп тұрау, Нарима ба? Бірінші оны осыларға беріп, аяқтай сылатшамыз. Қазір. Все? 250 человек вас ждет. 380 ошибся. Сонымен құрметті ағайындар, Шамшырақ қызымыздың ұзату тойындағы бес жарыстың бас жүлдесін кім алады екен, соны анықтаймыз. Ендеше қазақтың тойында әрине қазақтың биінен бастайық. Кеттік. Ал, басталды. Қараймыз, енді қараймыз. Тоқтап қалған адамды шығарамыз еске. Тоқтап қалған адамды. Молодец, орыстарын жақсы жүрді, ә? Қазақтың өмірсігісі. Все, рахмет болды. Енді бұл жерде ешкімді кінәламаймын, қазақтың биінде правила болмайды, сіздер шыға алмаймын режиміңіздерді. Ал, екінші би, өзбек биі, өзбекский танец. Өзбекский танец. Кеттік ал. Қараймыз. Ой, баға, қараймыз. Все, спасибо, все, рахмет. Как вас зовут? Вам дополнительный приз, просто поощрительный приз. Кім біреуі жатаққа. Ендігі биіктің билеріңіз Тау халқының биі Лезгинка. Только что ребят показал. Жаңа жігіттер көрсетті, кеттік ал. Лезгинку. Hey! Все. Мен Владимирді тұрмын, көршілерден шығар жүрімден шығар жүрейін. Айтылы ренжейді бұл кісілер. Қадірлеріңіз құтты болсын, болды. Бір индийский бар ма, күшті зажигательный. Индийский танец, үнді биі болсыншы. Индийский танец, үнді. Бөксе. Азайып келдіңіз, байқабатыр, азайып келдіңіз. Смотрим, қараймыз, тоқтамаңдар, қараймыз. Мұнымен істейді көрдейді. Білмеймін, осы кісі мағадаламайды қорқытпен осы кісі. Болды, рахмет. Молодец, құдашайға тұрсаңыз, құрметті ағайын, менен қиналмасын, бір дауыс беріп көрейік. Вы сюда подойдите, ваши аплодисменты здесь. Не отходите от кассы, лучше здесь. Бірінші кезекте өнер көрсеткен құдаларға қалай шапалақ? Келген алдағанын бұл кісілерді. Дұрыс еңбектеріңіз ғой. Нағашыларға қалай шапалақ? Коллектив! Достар! Жастар! Рахмет. Бағи бабамыздың класстастарына ешкім шықпаған деймін, айтқан сияқты олар өздері біледі. Ал дауыстың барлығы бірдей. Қазіргі болатын билеріміз танго. Жаңа ана кісі аяқ киім әдейі шешіп дайындалып тұр, көрдіңіз. Следующий танец танго. Танго, кеттік. Танго показываем. Настоящий танго. Проша, молодец.
таңғаның замандағы кісілер бірақ таңғаны дұрыс табылмады маған өзіме ұнады. Жаңағы негізі парыңыз күшті болғанда әдет болады. Рахмет. Ал 3 пар қалды. Молодец, вы мне нравитесь. Нормально, жақсы. Ал 3 пар қалды. Рок-н-ролл бар ма? Рок-н-ролл. Cheers. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock. Come on, 2 o'clock tonight. Стараемся. Спасибо. Вам еще дополнительный приз. Ценки. Анатолий Сергеевна, как ее там? Ал, дауыс берейік. Бірінші өнер көрсеткен құдаларға қалайша бала бұрамыз. Екінші коллектив. Үшінші жастар. Бірдей болыпты бәрі. 3 дауыста бірдей болыпты. Бізге бірақ бір дауыс қана керек, бас жүлде. Соны таңдауымыз керек. 90 жылға оралайықшы. Вернемся годам 90. Знаете, когда что хит было? Нет, ламбада. Ламбада великші. Буксені көтетеміз, буксені. Кеттік ал. Алға кетпесе рақады, молодец. Ламбада, показывай ламбаду. Жастар, ламбада көрсетеміз. Аты ұшып білесіздер. Қараймыз, ламбада көрсетеміз. Все, рахмет. Sen de ne istemişsin? Size ne istemişsin? Ne mırası şıkkanda bağada korktan bir-birini tanımayın. Kalay balık ke sütün normal mi? Şütten sırayı Size ne bırakıyorsunuz? Al dağız bir koyun. Birinci kudalarga kalay şabalı bıramız. Biz basın böyle rasımlarına reza olup durmuş. Как будто Көкшетауда жүрген сияқты болып тұрмын. Екінші коллективке қалайша болады? Тойымыздың бары да нары да. Бүгінгі жастарға қалайша болады? Мына жерде мына екеуі подозрительный болып тұр. Бір көрейікші. Коллективке қалайша болады? Жастар! Сенки! Жастар! Құлай көрейік. Біреуін ұшырғым кіріп қойыңдар. Құдалар! Жастар! 80-х бар ма? Күшті осы өзіне ұнайды. Қете 80-х. После 90-х. Кеттік. После 90-х, 80-х. Қараймыз ау. Халық береді. Халыққа сенен болды, құда деп болды. Все, спасибо. Сейчас пасашок. Вайндап жүр. Не переживайте, все будет нормально. Главное, зарплата на месте. Ал бірінші құдаларға қалайша бағырамыз? Коллектив! Жастар! Енді қазір бір музыка қойылады, жастардың музыкасы.
осыдан енді ұшатында ұшады енді бір современный бір современный последний это соңғы ойбай анау кетті ғой Қараймыз, осы кезде қараймыз, смотрим, не останавливаемся. Все, успокойтесь, все, болды. Айттым ғой, жарқын ұшқан кетіп қалыпты. Бұл соңғы дауыс беру ағайындар, сол себепті шешімді дұрыс қабылдап, менде балашығым бар деген аман-есен айтайын. Бірінші өнер көрсеткен құдаларға қалай шақырасыз? Екінші өнер көрсеткен сөндей. Үшінші өнер көрсеткен жастар. Ана жақтан үш патноса кетпеші, үш патноса не жерде? Тиіс. Насip чего-то. Үш патнос. Так, девушки сюда, пацаны туда, деп қойыңдар. Жігіттер, ары қарай жігіт қыздар бері қарай келіңіздер. Девушки сюда, ко мне. Сейчас будем деньги собирать. Шучу, да, я вас понимаю, 50. Сколько? Выглядите 29. Ойбай, барағалику, подойдите сюда. Қазақша. Қазір былай болады, музыка ойналады, жүгіріп барасыз құдаша, анау жаңағы, былай тұрмай, кім, Ерболат былай тұр. Анау өзіңіздің парыңызға барасыз, патноспен даңғайлап, бір қоясыз. Да, шучу, нет. Жүгіріп барасыз, жақындайсыз, патносты былай қой жібересіз де, тақап бересіз. Что патнос түсіріп алмау керек. Сіз жіберсеңізші, тақайсыз да бересіз. Вот так ставите и танцуйте. Кто уронит поднос, тот проиграл. Түсіндірдім ау деймін, Все, бір, екі, үш. Последнее, завершающий. Приз алқыш, төрт приз. Бұл енді ойын сөзбеттен қайсысын деді? Ойын қайсысын деді? Так, вы дополнительный приз получали. Спасибо. Енді мына дәу приз алып кел, екеуі. Келіңіз. Өйтіп, көкшетаудан келіп айтты. Мына кісінің арқасын алдыңыз сіз. Патносты түсіріп алғаныңызда ұтылатын емес. Все. Енді бір келіңіз. Мына бірінші беріп қояйын сіздерге. Той құтты болсын. Ана, ар жаққа бағаныңыз. Енді мына кісіге тағы да бір приз алып кел, материалды алып кел. Той жүрісті болсын. Мен әдейі бағанамен алып қойып отырмын. Бұл жақсы нәрсе. Апалардың сүйікті нәрсесі бұл. Мінекей. Мына Құдай қаласа бүгін Шамшырақ қызымыздың би жарысында бас жүлдені ұтып алған көкшетаулықтарға қошемет қояйық. Ал енді рахмет, бірмен қолдарын алып суретке түсірулеріңіз болады. Енді мына құрметті ағайындар, мен өз жұмысым жалғастырайын. Приз әлі бар. Шамалдан кейін ойын тағы да ойналады. Мүмкін сол кезде бірінші орын аларсыздар. Енді мына құрметті ағайындар, қазір той ортасынан жаңа ағайыннан жақын деп жатырмын ғой. Шақын ағамыз бастаған көршілер болса, менің жаныма келе қойыңыздар. Ағайыннан туыстан жақын деп шақырмадық біздерді. Ал келе. Шақын ағамыз, билеп көріңіз көрейін. Енді рахмет. Қалған призді Нағима апамыз екеуміз ақылдасып, кім жақсы билейді соған береміз деп шештік, дұрыс па апа? Енді жақындаңыздар, Шәке, мына қуаныштарыңыз құтты болсын. Құрметті құдалар, бері қараңыздар енді. Мен осы Төретам қаласының, қазір кент деген жоқ, ауыл деген жоқ, қала деп өзгерейін деп жатыр. Әкім өзі айтып тұр. Әкімнің қасында тұрмын. Сол себептен
мына құрметті көкшетаулық құдалар, сіздерді пойызға мінем дегенше осы Шәкен обеспечить етеді безопасностьтарыңызды. Мынау енді ағайыннан жақын, туыстан жақын деп шығарып жатырмын. Қарап отырсақ, былайша көршілерді соңынан отырғызып, соңынан береміз да, өйткені ол кісілерге біз еркелейміз. Қой жанымыздағы кісілер ғой мені жақсы түсінеді деп. Осы Нұрлан ағамызбенен уақытында бар кезінде Нағима апамызбен ағайындай сыйласқан, сіздескен, іздескен, ұлды ұяға бірге қондырып, қызды қия қондырған жандар менің жанымда. Олай қалатын болса, қияметті елшіден, аянба алушы бершіден. Сіздердің де тойларыңыз құтты болсын. Айналайын көршілер деп бір көшіп өтіп қоямыз. Toyların kutlu olsun, toylar başlasın, onların bakımda olsun, istiyorsan kadının yapsın, toyların kaçsın. Her azamatta, uçlar kanatın üstüne kanatlarında, kısmının sararını baksa, aday baksın. Kısıkta da yeni boylardan, kıyışlıkta da, taşlıkta da, kayıkta da, bayağı kalın, çıkartın, azamat kesinlikle bir baksın, onların kızının vardı, olsun olsun, ben bana şunu şampiyon yaşam aynaları baktım onda. Kudayla gittiğinde de tüydeki ama parmakta çalayı tak görmesi bile parmakta baktaydı. Sonra ben siz böyle baktaydı. Baktım ondan. Aslında uçaların kıyamı gibi bakan kulalar, dağlar, anneler. Kadınlarına yıkamışsın. Ama bizim şampiyanımız bütün жақсы үйден шыққан, торғынды семьядан шыққан әжесінің тәрбиесінде өскен, Нұрланмен Нағимен ата-анам деп есептемеген. Дәметкен ағамның әжесінің бауырында өскен баласы еді. Жаман бала емес, бауырларына тартар місіңдер, алам бей місіңдер, бала іше қаламай, өте жақсы бала, баланы күтіңдер. Тапсырғанымыз ана ол. Çamşırak sıçrayanlar adamın ailenin bir ışıklarda kızına. Kızım, vakıttı bunu edip barma, vakıttı kıvarmın deyip var. Sonraya artık girdiğin yerinde vakıttı edeyim deyip var. Yercan'ın anası anam, Yercan'ın bağırım, Osakşa Arap'ın İslam'da öyle kusuruna tamamım deyip varsak, hiç neyse canım olmaydı. Vakıttı ol, ömürlü olma. Assalamualaikum toychi qavm. Mana bugun Töbetam yerinde aynalan qizlarim, aynalan bolalar, o jigitim qaratdilar. Yani siz kim yok, bәріміз тешіп отырмыз, бәріміз назарымыз. Бірақ кішкентай болса да болса қуанышқа бөленіп, осы Шамшырақ пен Ержанға деген ықылас тілекті тыңдау үшін келдік қой, кішкентай болса да құлақ асайық. Ал енді десек, солтүстік облыстан келген құдалар, келген қадамдарымыз құтты болсын. Міне, біздің қыз деген, елші деген осыдан шыққан. Біздің қыздар даже Африкаға дейін барады екен қадам. Сондықтан Шамшыраққа рахмет. Мен өзім 93 жылы осы арыға көшіп келгенде, одан кейін мен Нұрлан бауырым келіп, сол кезде міне апай отыр, алма қайда міне, алма отыр, біз көне қоныспыз жан. Міне жақындардан бәрін келді. Апаларына бәрін осы жинап отырғандардың қонымыз, көршілеспіз. Біздің нөмір әдеміз сөйлеуақта біз сіздердің осындай қуанышыңызға, тойыңызға, бір нәрсе болғандыққа, осындай қайырыңызға ортақтаспыз де. Бүгін енді бәріміз жиналып, осы Нұрекең жоқ болса да, Нағиман осындай еңбегін елеп, қанша жыл өтсе де сіздерді жерге тастамай, жастық жалқылдап бара жастық шағын, жастық буын сіздерге арнап, өссін, болсын деп сіздерді тәрбиелеп, қандай білім алдың, қандай маман иесі болдың, еші осында тауап қылғансың, біз қуаныштымыз. Нағиман, рахмет.
қазіргі жастар бір балаға проблема жасап отыр. Сен қанша баланы ешқандай қиналмай осындай жағдайға жеткізіп отқанына біз қуаныштымыз. Біз енді бұлар сырттан келгенде көп отырғандар білмейтін шығар, елемейтін шығар. Мен айтып отқан тосым бұларға қызық та емес шығар. Бірақ енді біз үшін бір позиция тұрған үшін бір-бірімізді түсіне білеміз ғой. Бір адамның баласындай болып кеттік қой. Сондықтан не дейін, мына жастардың өздері бір-бірін сүйіп қосылды. Алға қойған талап армандарын орындалады. Міне біздің Қазақстанға тағы да бір отбасы, бір семьясы қосылды. Біреуі Байқоңырдан айналайын солтүстік Қазақстан келген қонақтар, мен бір айта кетейін. Мына Байқоңыр деген бүкіл елдің кіндігі болып есептеледі. Ракета жаңыз ғана осы жақтан ұшады, осы жақтан ракета ұшқан ракета тек қана айға барады. Сондықтан біз құтты жерден қыз алып тұрсыз деп ойлаймын. Сондықтан құтты болсын. Айналайын шамшыра. Бүгін қандай әдемі болып тұрсың мына ержанды қарсы. Мына тамағым қайда? Мына жігіттің сұлтаны деп айтуға болады. Мен ойлап қарап отырмын. Мен өз тегімді тапты деп ойлаймын. Құдай ұзағынан берсін. Алға қойған арман тілектерін орындасын. Екі жаққа бірдей болыңдар. Мен солтүстік Қазақстанның азамат пен азаматшыларын білемін, ол қандай екенін. Оларда ешнәрсе жоқ, артық ой жоқ, арам жоқ. Бір оңтүстік Қазақстан сияқты емес, бәрі жақсы. Оған бір шық білсең де қуана береді бірақтан мен. Шық жартылар жоқ болса да қуана береді. Сондықтан біз не дейік, аманшылық болсын, жақсылық болсын, тойымыз тойға ұласын. Нағима, Құдай ұзағынан берсін. Сізге денсаулық. Енді Шакирден кейін ешкім сөйлемейді ау. Сый-сапат табыстайық, сосын суретке түсіп, қымбатты көршілермен бірге ортаға келіңіздер. Көрген жандар қолдайды, тақиялылар, ата жолын жалғайды, толмайды. Тақия киген қазағымның жігіттері мен үшін, алтындаш киген, мені сүйген патшаларға. Суретке түсейік. Апа, келіңіз, суретке түсеміз. Апа, келіңіз. Шақырмаған қайдар біз, дұрыс. Сол жерде бір құдағайды ала кел, Шаке. Ауызда құдағайды біреуін ала кел, әкіммен билеп қалсын о кісіге. Ала келіңіз. Шаке, құдағайды ала кел, билейсіз қазір, суретке түсіп аласыз сосын. Қызық екенсің деген әнді ғой. Шакем соларды жақсы көреді. Білем ғой мен, әкімдерден жақсы көреді. Келіңіз суретке түсіп алайық бірінші. Апа, сізді арманыңыз жоқ. Бір елдің әкіммен бірге суретке түсесіз, бір елдің әкіммен бірге билеп жатсыз. Менің қолым жетпей жүр бұл кісілерге мысалға. Сіздің қолыңыз жетіп тұр. Ал, бір-біріміз жатпайық еді, әдемі суретке түсейік. Тағы бір әкім келеді. Көкшетауда әкімі. Дұрыс. Осылай жақындаса беріңдер. Ал, жауып сандыңыз ғой бәрін. Шетке тұр, апа. Енді ортада шақырмағанымыз бастаған көршілер бейі, миллион құдалар бейі. Ал, кеттік байыптыра. Жібер! Көкшетау Байқоңыр бақытты болыңдар. Көргенде сені қыз толан жаным, не керек саған осының бәрін, өзіңше болып қимайсың мені, сенікі жайма түсін алмадым. Қызық екенсің, мен қызығып жүрсің, оқып екенсің. Қызық болсаң да, солмылады жаным, жүрсің өтенсің. Қызық екенсің, мен қызығып жүрсің, оқып екенсің. Қызық болсаң да, солмылады жаным, жүрсің өтенсің.
керемет кісі. Жұрттың әкімдер. Орнына отырғызыңыз еді, құдағайды апам. Енді мына құрметті ағайындар, қазір енді бір сөздің кезегі келіп тұр. Барлығымыз осы шамшырақты ұзату ақ жолдың үстінде жүрген аңсап отырмыз. Болады, Құдайға шүкір. Қазір енді осы шамшырақ дегенде шығып жатыр. Шамшырақ қызымыздың бүгінгі барлық осы класстастарын, шамшырақтың группаластарын, бүгінгі тойдың жастарын да ортаға бір шақырып қояйын. Содан кейін әулетті тілей қалады. Ал келіңіздер, шамшырақтың группаластары, шамшырақтың класстастары, достары, подружкілері, бәріміз келіңіздер. Рахмет, бәрекелді. Мінеке, жақсы адамның досы жанында жала болып жүреді деген. Жақсы адамның тойын жасағанда кімнің кім екенін біледі деген. Шамшырақтың достары, группаластары, Құдайға шүкір, бар екенін білдіріп келіп жатқан жайы бар екен. Енді бүгінгі керемет ақ тілектің басын аяулыда Абзал анамызға, жастарға арнауға рұқсат деп жатырмыз. Ақталғанда міне аппақ арман үміттері, қашанда көрсең жүретін күліп тегі. Қаумалаған мына ағайын аман мысың, біздің Қазақстанның қыз жігіттері деп, жастар аман болсын деп бір болады ағайын. Бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Ең тұңғышыңыздың ұядан ұшырған күніңіз ғой. Шамшыраққа тек бақыт тілеймін. Барған жеріне тастай бардық, судай сіздің арманыңыз сол деп ойлаймын. Баланың бақыты, сіздің бақытыңыз. Осы тойдың бәріне болып жатқаны сіз себепкерсіз, сіздің арқаңыз. Ешқашан ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. Ізінен ерген бауырларын өстіп жеткізе беріңіз. Тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын, бәрімізде осындай той бола берсін. Татьяна, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Шамшырақ, Ержан, бақытты болыңдар. Аңсаған арманыңа, көздеген мақсаттарына жете беріңдер. Ержан, қолыңа құсқан шамшырақты бағалай біл, сыйлай біл, аялай біл. Бақытты болыңдар осы әлемде. Ешқашанда шамшырақ жаным жылама, күліп ойнап, инабатты, ибалы келін бол. Ержан да осы сенің әулетіңе тамаша күйеу бала болсын, сыйлы болсын. Тойларыңыз құтты болсын. Барлықтарыңызға сол бақытты тілеймін, шаңырақтарыңызға, отбасыларыңызға. Татьяна, қызыңыздың бақыттары баяты болсын, оң болсын, қалам. Шамшырақ жаным, мынау ұдау күткен күнің құтты болсын. Ержан екеуің қосақ қодай Көкшетауының көлінде жүзіп жүре беріңдер. Бақытты болыңдар, баянды болыңдар, өбірлі шүбірлі болыңдар. Неден барған жері баянды да бақытты өмір сүр. Соны тілейміз саған. Группаластардың атынан өзіміздің шағын сыйлығымыз бар. Ал бүгінгі тойға келген қойшылауым, тойларыңыз құтты болсын. Нағима тәте, үйіңізде шаңырағыңызда болып жатқан той құтты болсын. Не деймін енді, шамшырақ жаным, барған жеріңді бақытты қыл. Бақытты болам деп емес, барған жеріңді бақытты қылам деп бар. Ержан, шамшырақ, сендердің бүгінгі неге қосып жатқандарың, ең әуелі Алла тағаланың қалауы, ата-аналарының арқасы, екеуіңнің махаббаттарың. Сендерге тойлық тілер едім, бірақ ұлысыңдар. Сендерге қуаныш тілер едім, бірақ қуаныштысыңдар. Мен одан да бүкіл адам аңсаған, бүкіл адам арман етіп шаршаған. Азық жетіп, ал кейбірі тегелесін тамсанған. Кез келгеннің ұлысына түспейтін, кез келгеннің бақшасында піспейтін. Зор махаббат тілейінші, мен саған бақытты болыңдар. Мамасын қолынан алыңыздар, сый-сыпат берейін. Суретке түсесіздер, қыздар сөз жаққа барып түсесіздер бірақ. Кеттік ал. Мамасын құттықтап, шамшырақтың бетінен сүйіп, сол жерден суретке түсесіздер. Суретке түсеміз, төрге барып.
естелік болсын. Артына тұра қалайық тұра білден. Отыра қойып, артына тұра қалайық. Анау бір қыз көріп неғып кішкентай көрген. Сіздер алға шығып тұра қойып. Ол естелік кейін қараймыз. Ал күлеміз жігіттер кеттік. Енді Көкшетауға шапшырақ кетіп бара жатыр, ортаға шығып билеулеріңізге болады. Сіздер құрметтеріңізге би болады. Жібер маэстро. Алдарыңызда сынып балдарыңыздың орындауында айтты қалғаныңыздар. Жетеді сенің ауылың, жеткізуге сезімді, менде жер бабым. Қолметім өзіңде, кетемін өміріне, мана өміріне, жеткізуге ешкім жоқ, ешкім жоқ. Жүрегімді алсам, бір жетсі қалмақ, сен жанды алса, бір жетсі қалмақ, сен жанды алса. Жетеді сенің ауылың, жеткізуге сезімді, менде жер бабым. Қолметім өзіңде, кетемін өміріне, мана өміріне, жеткізуге ешкім жоқ, ешкім жоқ.
Егер қыздар отырамыз. Мынау бәрекелді бүгін рахмет. Орнымызға отырайық. Бүгін енді осы қызыл сондар деп жатырмыз ғой. Бөлек асандар әулетіне қуаныш деп жатырмыз. Енді ортаға осы әулеттің де бар жастарын шақырайын. Бүгінгі Нұрлан ағамыздың бауырлары, Шамшырақтың ағалары, жеңгелері, ертелі кеш қызмет жасап жүрген кісілер болса, барлығы ортаға келсін. Келіңіздер. Бөлек асан әулеті. Сіздердің тойларыңыз қысылмаңыздар. Сіздер тойдың иесісіздер. Келіңіздер. Келіңіздер. Мынау енді той сіздердікі бөлек асандардың қуанышы деп мен сіздерге той иесі ретінде соңынан беріп отқан жайым бар. Бағанада айтып жатырмыз. Осы тойымыз Нұрлан ағамыздың, Нағим апамыздың тойы сіздерге жұғысты болсын. Ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырып, осындай ұлағасыр тойдың куәсі болып жүре беріңіздер. Бәрін айтты, бірін айт. Жүректері жылы, Алланың құлы, бүгінгі асандар мәңгі жасасын деп бекер айтпайды. Ендеше асандар әулетіне бір шапалақ болсын ағайын. Нұрге. Ал құрметті құдалар келген арадарыңыз болсын. Алшакөш қызым. Бақытты ойланайын. Сау болсын, ұсаға екі ұттаны жол болып жүре беріп, бәрін бақытты ойланайын. Шакөш! Бақыт тілеймін. Әдейім болсын, жақсы болсын. Және сенің аннан айтқан. Ержан айналайына бақытты шөлдендіріп атсын, бақытты орындар. Келіп атқан халқым, сізге мыңнан рахмет. Айламын жанды, әкеңнің шешемін берген тәрбиесімен барған жерінде көретіп жүрсін. Бәрілеріңізге рахмет. Бауырым бақытты бол, деніңіз сау болсын. Тойға жиналған қауым, баршаңыздың шаңырақтарында той, береке, ынтымақ мол болсын. Тойларыңыз тойға болсын. Бауырым бақытты бол. Бәрі сөйледі ма? Шакөш, құтты болсын. Барған жеріне тастай бақытты шыдайсың. Екі жаққа бірдей болыңдар. Құдалардың жолдары оң болсын. Алтын тәтем, бүгін ұзатып жатқан мерейтойым құтты болсын. Сені әрине қимаймын. Бақытты бол. Қолма бәрі сөйлеп, бір екен сөйледі ма? Енді Нағим апайға қарай келеміз. Мынау қарап отырсақ, кез келген ата-ананың тұйықсын төрт бөліп оятып алып сұрайды. Сен үшін бақыт деген не деген кезде ойланбастан кейбір любой ата-ана мен үшін бақыт балдарының бақыты дейді. Елімнің амандығы дейді. Дұрыс емес пе ағайындар? Бұл кісіде солай болып тұр. Мына балдардың бақыты сіздің разылығыңыз. Сол себептен сіз разылығыңызды беріп, шын көңіліңізден батаңыз берсеңіз, екі жас бақытты болады деп ойлаймын. Ал енді сөз кезегін бүгін Шамшырақтың анасына бергенде жөнге отырмыз. Олай қылатын болса, ана деген өмірдегі асыл жан, ана бақыт деген сөзге қосыламын. Барша аналарды мақтай берсең сөз жетпес. Шамшырақтың анасы бүгін ең алтын жан. Алтын анаға бір алтын шапалақ болса, нұрыске бір ағайын. Енді жаңа айтып жатсам, өзі ер азамат, өзі әйел орнында, өзі бала орнында, барлығының орнында деп, бұл сөзі өте орынды. Енді Нағима апамыз осы тойды уайымдап, тұнықсын төрт бөлгені көрініп тұр ағайындар. Енді әр қарай бүгінгі мінеке қызын құтты қорына қондырған жайы бар екен, әр қарай уайымдамай ұйықтасын деп отырмын. Алдында мен айтқанмын, Нағима апа, уайымдамаңыз, халық өзі тойдың бағасын береді дегенмін. Олай қалатын болса, бір-ақ ауыз сөз қоямын сіздерге. Я деп қосылғандарыңыз қазір шапалақтарсыздар, жоқ деген үндемей отырасыздар. Бүгін Нұрлан ағамыз бен Нағима апамыздың тойы ұнады ма ағайын?
Екі жас бақытты болсын да. Ендеше той иесі сөз кезегін сынай алайын. Той шығауым құтты болсын, той бәрімізде ортақ болсын. Мына менің бұтамды ұядан шығауым жатырмыз. Бұтама Құдай, бақытты бол, денің сау болсын, барған жеріңде бақытты қылам деп бар. Ержан екеуің дендерің сау болсын, бақытты болыңдар. Өмірде әрдайым қол ұстасып жүріңдер. Екі жақтың ата-аналарына бірдей мейірімді болыңдар, айналайын. Дендерің сау болып, әрдайым жүздеріңді көркеп етпей, жадырап, жайнап, әрдайым биіктерден көріне беріңдер. Аллаға шүкір, жаман емес, жаман жерден шыққан жоқсың. Аллаға шүкір, әжеңнің, атаңның тәрбиесін көрдің, бауырларының тәрбиесін көрдің. Шүкір, о жаққа барғанда да бізді жаманатта қалдырмайсың деп сенімдеміз біз енді. Мына ағайын туысым, бауырларым, бөлелерім, коллективім жанымда бірге болған. Мен жыласам жылап, мен күлсем күлген коллективіме, бауырларыма, ағайын туысқаныма, құдағиларыма, жора жолдастарыма, менің көршілеріме, ең бірінші менің шаңырағымда бір жағдай болыпты, бірінші жүгіріп келетін менің көршілерім. Алла разы болсын сіздерге. Менімен қуаныштарымда да, қайғыда да бірге бөлісетін достарыма, класстастарыма, менің отанымның класстастарына, коллективіне, жора жолдастарына мыңда бір рахмет. Алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге Алла разы болсын. Көп-көп рахмет. Әрдайым жақыра тойда қауыша. Балаларым бақытты болсын. Құдалар, төреден орын алғандарыңыз құтты болсын, сіздерге ақ жол. Мынау енді Нағим апа, өзіңізді кезінде бір әулеттің шаңырағын аттадыңыз ғой. Қарап отырсақ, неке қызды бағамыз, қарамыз, оқытамыз, ешкімге алаңдаттырмаймыз, дипломын алып береміз, сол біреуге дайындап береді екенбіз. Енді сіз шын көңіліңізбенен осындай күй балалы болғаныңызға, осы қызыңыз осындай жар тапқанына ризасыз ба? Бір ауыз ризамын деп айтыңыз. Ризамын. Риза болсаңыз, ендеше бүгінгі тойыңызмен ақ батасын алып берейін. Өздеріңіз білесіздер ғой, бата мен ел, жаңбыр мен жер деген қазақ біз ағайындар. Соның бірінде айтқан емес пе, бата тілеу де қазақтың да назарманы. Сақал сипау емес қой, ол базардағы бата жайлы жазам десе, келесіде бірақ ол жаза алмады. Емес бізге ас қайғы, киім қайғы. Білесіздер, әр қазақтың шаңырағында ас қайтармаса, дастарханы жиылмайды. Ендеше ләхия деп алақам жайайық, той төрінде құдалардың, әулеттегі үлкендердің батасын алайық ағайын. Ал төрге шыққаның қан болған деп қазақ бекер айтпайды. Төрге шыққандықтарыңыз құтты болсын. Біздің Бөлек Асан әулетіндегі алғашқы тойымыздың батасын ержайымыз. Amin. Ötümü iman olsun, dergi birlikte olsun. Elmalarımız da böğürtünde olsun. Ağır bақыт болсын дейді. Өмірлік кеңпейінің бақытты көлінде жұптары жазылмай жүзелесін ағайындар. Әулет жақтым. Қызың әулеттің бір батасы. Әуелі Құдай оңдасын, бақ қарасын, қыдыр қарасын, ақымызға тәрбие берсін. Айналайын, анау қадамыңа құт болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Бәледен, жәледен, көзден, тілден, оттан, қауіп қатерден сақтасын. Алла тағала арбақта, жолында аққысын айналайын. Оларға екі жақтан екі бата. Олардан болса, құрметті ағайындар, Қазақстан еліміз аман болсын. Жұртымыз тыныш болсын. Ең тыныш әлем бізде болсын. Бәрін айтта бұрмай, осындай қазақтың тойы бітпесін. Сіздермен бірге болған Байқоңыр қаласының асабасы Руслан деген жігіт мен боламын. Сіздермен қоштаспаймын. Құдай қоштасқаннан сақтасын ағайын. Қоштасар уақыттың жеткеніме, сынаптай сағаттың өткеніме,
қызымызды ақ жолдың үстінде ақ батасын беріп шығарып салуға. Ау, олай қылатын болса, екі жеңгесі біздің шамшырақ қызымызды бағанағы екі жеңгесі ортаға алып келсе алдыменен. Құрметті ағайын, сосын бәріміз осы залдың екі жағына жиналып тұрсақ, келіңіздер. Сосын қызымызды шығарып жүргесін әрі қарай билей береміз, асықпай. Шамшырақтың екі жеңгесі бағанағы қызымызды алып келсеңіздер. Сама қыздар айтып бейім бар. Келсін. Шығайын бар өзіне. Келе қойыңыздар. Сосын екі жаққа әдемілеп тұра қалайық ағайын. Бәріміз тек тілекшіміз, бәріміз тек бата бергіміз келеді. Екі жаққа тұра қалайық. Бірінші мен батасын алып алайын деп жатырмын ағайындар. Сол себепті екі жаққа тұра қалайық. Мынау құрметті ағайындар, құдағай, былай тұрыңыздар, сіздермен бірге шығарып жөнеміз. Болды, осылай тұра берсең де болады. Осылай тұра беріңіздер, құдағайлар. Тұра беріңіздер, не үшін? Кеу жүргенсің ба? Білмейді ма, түрін демей тұрсың? Алатын сен ғой? Нараға тұра қалайық. Енді құрметті ағайындар, мынау бар тойда көріп жүрсіздер. Рахмет. Ақ жолды жаямыз да үстіне батаны береміз. Қызымыздың жолы ақ болсын деп қоямыз. Бірақ ақ жолды бірінші өзіміз басып тастаймыз. Сол себептен мен ақ жолдың үстімен аппақ болып шығып кетсін деп ақ жолды әзір жайдыртпай тұрмын ағайындар. Сол себептен ортаға тұр. Бата берді. Сол себептен алдыменен үлкендеріміздің, аналарымыздың батасын алып алайын. Содан кейін қызымызды салтанатты түрде шығарамыз. Ал әулеттің үлкендері келіңіздер. Аға, апалар қайда? Нақашылар қайда? Сәке келіңіздер. Бірінші батасын алып берейін, сосын қызды шығарып жібереміз. Allah versin, bayışı sakasın, ağrıyı ver, aman sakasın. Madina'dan muhabbet, Türksal'da kucakbet, Ağirip'te arısaba, Sırboy'da Rakhoca babasına uğrayıp olasın. Aşağı olsan da yolun aklı olsun. Baktı ol, ağırlıklıyım atayım. Şamşırak aynalayın. Baktı ol. Gözünün yanından ışık, gözünün yerine, kalkına baracaksın. Tastay batıp sudaysın, ata-analarının kamkorunu isteyip, жақсы болып, үлгілі, жақсы семьялы бол, бақытты бол өмірде. Өмір жасың ұзақ болсын, өмірің шүбірлі бол. Мейірманды, жақсы бала бол. Айналайын, нағиманы көріп өстің мінекей. Нағима біздің жақсы келініміз, үлгілі, жақсы, осы әулеттің жақсы беделді келіні Асан елінің. Айналайын, бақытты бол, өмір жасың ұзақ болсын. Амин. Енді Нұрлан ағамыздың достарының, папаларына бір кісі берсінші батаны. Нұрекеңді жоқтатпаймыз, келіңіз. Апалар бар, Құдайға шүкір, біздің қызымыз бақытты. Ал Шамшырақ қызым, жолың болсын, жолың ақ болсын, бақытты бол, көргеніміз емес. Шақымаға, келіңізші, бір елді басқарып отқан кісісіз, бір ел сыйлайды сізді. Сіздің батаңызды алайықшы. Келіңіз. Бізді әкім болып кетеміз ба? Келіңіз. Бірақ менің өз басым осы шаттықты кішкентай кезімнен білем, қуаныштымын. Сондықтан мен сіз қай уақытта қалай десеңіз мен қуанышымды қарсы аламын. Алла жаратқан ем, барған жері мол болсын, бақытты өмір сүріңіздер, таңдаған жарың өмір болы алақанында болсын. Сізден шыққан ұлыңыздар әрқашанда мейірлі сүйкімді болып,
биіктің шыңына жетсін, екі жаққа бірдей болып, дәулетті жұмыс сүріп, Байқоңыр деген атты тамады басқарып отқаннан кейін жоғарыға шығарып, бүкіл елді таң қылатындай қыз. Мен бүгінгі асабаға рахмет айтып отырмын, айтқым келіп отыр, себебі қанша халықты, қанша кішкентай кісілерді басқару оңай емес, үйдің ішінде баланы өзіне проблема жасаймыз, айналайын. Асаба бүгінгі той өте жақсы өтті, қызық өтті, әркім кейінен талап дейді, енді мен қызымның талабын мол болсын деп Аллах яғым. Рахмет. Болдық бағайын. Баланың екі жұрты болады дейді, өз жұртынан, нағашылықтан батам алдық. Енді қазір сіздердің алдарыңызға осы қыздарымызды салтанатты түрде осы алаңнан шығарып салуға Байқоңыр қаласы Қожабек той ұйымдастыру орталығы қыздарын ортаға шақырайық ағайын. Еркешім өз елімен, өз жерімен қоштасатын сәт келді. Мінекей, өзіңді өз ұяннан шырғалы жатырмыз. Сол барған шаңырағында тастай батып судайсың. Сол барған шаңырағында анам секілді от анасы бол. Ошағыңды сөндірме жаным. Қыз ұзатылып бара жатырғанда артына қарамаған. Сен де артына қарамастан сол Алла тағаланың нәсіп еткен өз еліне, өз ақ отауына аман есен жет. Ақ жол періштем, ақ жол. Ал қызымыздың енді маңдайына сүйген болғандар еді.
бақытты болсын деп тұрайық ішімізден. Бақытты болсын ағайындар. Көкшетау байқоңыр жасасын. Ой, бәрекелді. Бақытты болсын.